Былай қарасаң, Рональдо өзіне бір жұбай тапты. Азаматтық некеде тұрып жатыр. Рональдоға көңіліне шабыт керек, сондықтан ол ресми некеленбей-ақ бір хас сұлуменен тұрып жатыр. Цукерберг, Фейсбуктың иесі. Цукерберг ол шығыстың, былайша айтқанда, бір Қытайдың тәмпішқара қызы болса да, бір Европаның жаңағы Ақалтекенің атындай бір сұлу қызын танымай, өзімен бірге болған өміріндегі бір Қытайдың қызын алды. Яғни Цукербергтің мақсаты мүдделес, идеялас қызды алды, ол да Цукербергке үлкен қанат бітірді, сол арқылы Цукерберг әлемдік дәрежедегі байға айналды. Былай қарап отырсаң, жаңа жардың адамға беретін әсері. Рональдоға шабыт керек еді, ол тек қана сұлулығына қарап алды. Болды, сұлу, ең бірінші сұлу болу керек болды. Алды. Күн сайын жаңағы показға шығарғандай не бір киімін кигізіп, не бір бриллиантын таққызып, миллиондаған адамның алдында ұстап отыр. Ал Цукерберг сұлуына қарамады, идеялас, яғни ол үлкен бизнесмен болғандықтан соған қолдау көрсететін. Қазақтың мына қайын жұрт таңдауыдағы үлкен дүние, адам қатын алма қайын ал деген сөз. Бағанағы Цукерберг, бағанағы Рональдо қалай үйленгені сияқты қазір біз көзіміз көріп отырғандай. Қазақтың жігіті де өзінің болашағына тірек болатын, өзінің болашақ балаларына ана болатын, өзінің болашақ балаларын қалай елестетіп тұрсың? Балалар мынандай болады десең, сондай баланы тәрбиелей алатын негізі бар адамды алу керек қой. Сол себептен кішкене эмоцияны игеру керек. Бір тек қана ғашық болып қалу деген бағытпен газават ете бермеу керек, қарау керек.